құтты болсын, құттықтап қойсаңыздар болады. Және де мәһір мәселесі бар. Яғни бағана парыз амал орындап, неге қиылды. Енді мәһір мәселесі ол бағана уәжіп амал. Мысалға, әйел адамзаты күйеуіне тұрмысқа шыққан кезде тағдырын тапсырады ғой. Тағдырын сыйлыққа еткендей болады. Соның жауап ретінде ер адамзат та бағана әйеліне кішігірім сыйлық беруге міндетті. Ғалымдар айтады, екі ешкінің көлемі дейді, яғни бір 100 мыңның үсті ғой. Қазір 100 мыңда бір қаттық не емес шығар, бір 200 мыңның үсті айтсаңызшы.